Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге дәрігер Қуанышбек. Бүгінгі видеода біз бірге өт ауруларының алдын алу, өт жолдарын қалай жақсылап жүргізуге болады деген сұраққа жауап беретін боламын. Себебі қазіргі заманда көп адамда осы өтте проблема өте көп. Неге оң жақ қабырғамның астын ұстап тұрмын? Себебі өтінде проблема бар адамдар майлы тамақ жегеннен кейін оң жақ қабырғасының астындағы приступ тәрізді ұстайтын ауру сезімін сезуі мүмкін. Видеоны бастамастан бұрын лайк кнопкасын басып жіберіңіз, солай біздің каналдың дамуына үлкен қол үлестеріңізді қосатын боласыздар. Дайын болсақ басайық. Өт бұл бауырдан бөлініп тұратын сұйықтық. Өттің негізгі қызметі бұл адам ағзасына түскен майларды ыдырату, эмульсиялау. Майларды ыдыратып жібереді, негізгі майларды ары қарай қанға, лимфаға сіңуіне жағдай жасайды. Өт жолдарының патологиясы болуына себеп бұл майлы тамақтану. Майлы тамақтан бас тартыңыз. Майлы тамақтан бас тартсаңыз, өт жолдарын жақсартасыз. Екіншісі бұл судың аз болуы. Суды біз рационымызда аз ішетін болсақ, өт жолдарының өттің қоюлануына алып келеді. Салмағымызды 30-ға көбейтеміз, яғни 60 болса 30-ға көбейтеміз, 1080 бұл жерде 1800 мл, 1800 мл бөліп таза суды ішеміз, таза ауыз су. Бауырға УЗИ түсіп, биохимиялық анализ тапсырып көрген дұрыс. Биохимиялық анализдің ішінде билирубинді көреміз. Мынау көкет деген бұлшықетпен демалуды ұмытып кеткен. Демалған кезде біздің ішіміз алдыға қарай шығу керек, демді шығарған кезде артқа қарай кету керек. Демалған кезде тереңірек демалуға тырысыңыздар. Одан кейін аз қимылдайтын болсаңыздар, өттеріңіз қатып қалуына жағдай жасалады. Сол себепті қимылдау керек. Адам жүгірген сайын, адам разминка жасаған сайын өт жолдарында керемет өзгерістер болады. Енді қарапайым жаттығулар: тұрып алып, денемізді оңға, солға, оңға, солға, оңға, солға, оңға, солға, осыны плавно істеп, кішкене секіріп, скакалка секірсек те болады, жаяу жүрсек те болады. Одан кейін терең тыныс алып, терең тыныс шығарып, терең тыныс алып, терең тыныс шығарсақ та өт жолдарымызға үлкен көп пайдасын тигізеді. Егер өтте тас болса, өтке тас жиналып ауыртып тұрған болса, бұл жаттығулар операциядан кейін жақсы көмектеседі. Қорықпай операция жасатып алыңыздар. Егер приступпен ұстап дәрігер айтса операция жасау керек деп, бұдан қашуға болмайды. Қаншалықты ертерек жасатасыздар, қаншалықты ертерек дәрі ішесіздер, оның барлығын сіздерге дәрігер өмірде кездесіп айтады. Бұл қарапайым кеңестерді қолданыңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын.